Құрметті менің оқырмандарым, бүгін сіздермен кереметтей таңғы ас дайындайтын боламыз. ПП таңғы ас десек те болады бұл. Творогқа 2 жұмыртқа қосамыз, оған бір ғана ас қасықпен ұн қосамыз толтырып. Сосын сырды үкіштен өткізіп аламыз. Үкіштің майда көзімен өткізсеңіздер күшті болып шығады. Сосын жобамен тұз қостым, көз мөлшерімен. Енді осын жақсылап араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай масса келіп шығады. Енді бұны пешке пісіретін листтің үстіне жақсылап жайғастырып шығамыз. Ол үшін біз алдын ала жақсылап майлап аламыз листті. Сосын өзіңізге ыңғайлы қасықпен немесе қолмен, қатты жұқа да емес, қатты қалың да емес, осындай орташа етіп формаға келтіріп жайып аламыз. Формаға келтірген кезде енді бір ескеретін жайт, үлкендеу жалпақтау етіп форма келтірсеңіздер, арасына кез келген көкөніс немесе жеміс-жидек қосып жеуге өте керемет болады. Негізі жеміс-жидектен көкөністер жақсы үйлесім табады. Піскен кезде енді иісін айта алмаймын. Сыр, творогтың иісі араласып керемет дәмді иіс шығады. Енді дәмі деген тіл үйіреді. Бір жасап көрсеңіздер, сіздерге 100% ұнайтынына кепілдік беремін. Арасына осылай сметана, қаймақ, кез келген творожный сыр, өздеріңіз ұнатқан кез келген начинканы жағасыздар. Негізі сметанамен күшті үйлесім табады екен. Сыр мен творог болғандықтан ба. Сосын арасына кез келген өздеріңіздің көкөністеріңізді ұнататын осындай шөптерді қосып, огурцы немесе помидор қосып, осылай бутерброд қылып дайындап алсаңыз да болады екен. Мінекей, дайын біздің таңғы ас. Енді ары қарай өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Жалғыз өзін жесеңіздер де өте дәмді болып шығады. Тек қана қаймаққа батырып ұсынсаңыздар да, жесеңіздер де керемет таңғы ас. Барлықтарыңызға сәттілік, жасап көріңіздер. Ас болсын.